Мен Жәнібек және де менің қасымда Мәлібек. Бүгін біздер дейтін Стивтің өмірін түсіретін боламыз. Менің видеом ұнаса, лайк бас, комментарий жазып, подписка етуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Тұрайық. Не var bizde? Karma falan yapıyordum işte. Dalağa trollüm. Айтпашы, видеоmu söyleyeyim. Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгін мен дейтін Стивтің достары өзімнің арнамды аштым. Мен бизнесмен Стивтің. Қараңыздар, менің әдемі осындай үйім бар, магазинім бар. Анау, мінекей осы ауылдың бизнесмені боламын. Мынау сол ауылдың ауруханасы, мынау мектебі, ал мынау менің үйім, мынау менің бассейнім. Үйді таныстырып өтейін сіздерге. Егер менің видеоларым ұнаса, сіздер лайк басып отырыңыздар. Мінекей жаңа ғана мен осы жерден тұрдым. Мінекей өзімнің бөлмем, бұл менің. Мына жерде мен жұмыс істеймін. Мынау менің асханам, достар. Мінекей осындай нем бар, кухням. Енді екінші этажды көрсетіп бастасақ, мінекей осындай. Мұнда тағы шкаф, түрлі кітаптар бар. Ал мынау болса, есікті дұрыстап қою керек екен. Мынау болса менің балконым, бұнда мен жатып күнге қыздырынам. Мұнда достарыммен бірге андай тамақ шай ішем. Осылай менің үйім әдемі. Мінекей, бірақ мына есікті әдемірек істеп қоямын. Бүгін проблема жоқ. Сіздерге далаға шығып айтпақшы, далаға шығып сіздерге немді көрсетейін. Ауылды таныстырайын. Мінекей, достар, мынау біздің ауылымыз. Мына есікті жабайын айтпақшы. Бұлайнан болды мінекей. Осылайнан беремін мен. Ауылына жатса лайк басайық. Және де тіркеліп отырайық. Мынау біздің ауылдың әкімнің үйі. Сондай көріп. Мінекей, мынау біздің. Мынау айтпақшы да, мынау екен ғой мектептің. Мынау біздің мектеп. Мені көрсетіп көрейін. Бүгін демалыс айтпақшы да. 7 мамырларыңыз құтты болсын. Мынау біздің мектептің тақтасы. Бұл мектеп меніңкі емес, бірақ осындай, біздің мектеп осындай. Ал енді сіздерге мен өзімнің дүкенімді көрсетейін. Қараңыздар, өте ыңғайлы, осымен ақша табам. Бүгіндікке менде істеп тұрған жоқ. Осында тамақтар сатам. Әзірге енді аштым, әрі жұмысшылар жоқ. Кейін жайлап бизнеспен алға баса беремін. Мынау болса біздің ауылдың ауруханасы. Осында адамдар келеді, емделеді. Бала бір. Мінекей, осында. Мінекей бір жителі жүр екен. Қалай жителі, бір жерің ауырып жүр ма, не болды? Кішкене аяғым ауыратыны барады. Аурухана негізі күштеген, жақында салынған негізі. Осында, міне мұнда осындай нелері бар, палаталар. Мына осы палатаның несі, сондай. Осы бұл аурухана бірақ мен емес, бұнда тек менің дүкенім ғана бар. Осындай. Айтпақшындай, сіздерге мен екінші қабатты көрсетейін. Мінекей. Мынау екінші қабат, осындай. Біздің ауыл осындай дамыған. Мінекей осындай палатасы бар, осындай. Жататта ауыл қалған адамдарды емдейді. Мынау сондай тағы да типа палата. Так, айтпақшылай келесі қабат. Бұл бізде андай
крышасы шығатын. Осында бүйтіп шығады. Тошлеп қой беріп құлап кетпейін. Анда менің үйім көрініп тұр. Осындай, короче, достар. Жақында осында андай жұмыс істерлер келеді. Жұмысқа тұрдың ба сен осында? Жота жұмысқа тұрайында анау батыр маған. Бұл жақта әлі жұмыскерлер жоқ қой. Осы ресепшн боламау деймін. Жақсы, жұмысың баса берсін онда. Ал біз болса далаға шығайық. Мінекей біздің ауыл осындай. Бұрын мен достар Кузницада тұрған тұқынмын. Өсіп көтеріліп қазір мен бай Стив болып кеттім. Бұрын тұрған, мінекей осында тұрған, ұйықтайтынмын. Бұл менің кітабым, бұрынғы дәптерім десе де болады. Мінекей заттарым керек емес қап. Изумрудтарым қалып кетіпті ғой менің. Жақсы достар, қараңыздар, менің ақшам көп, баймын. Жақсы. Ал ендеше үйімізге барып ұйықтап алайықшы. Ұйықтайын, әйтпесе бүгіндікке жетеді нормально. Сенге түскірдім. Басылмай жатыр ғой что-то. Опа, болды, өсіп басып кетіп қаламын. Сіздерге видео ұнап жатса маған жазылып отырыңыздар. Ал мен болса достар ұйықтаймын. Так, мұнда жазып қою керек екен. Тақтайша қаяқта еді. Так, тақтайша. Мінекей достар. Айтпақшы достар, қайттан амандасып кетейін сіздермен бірге. Әдеттегідей Стив, бүгін бізде дейтін келесі күн. Бүгін мен дейтін Кузнецкийімді сатамын деп шештім. Или жалға беріп сөйтіп те істеп қойсам болады ғой, иә? Сөйтсем болады. Жалға беремін. Айына 32 алмаз. Алмаз айына. Ойбай, бір айға. Мінекей, сақтамаппын ғой. Жазып берген, жалға беремін 32 алмаз. Бүгін бізде тағы да кешіп кетті, жұмыс істеп жүрген бүгіндікке андай товар әкеп, не істеп, ойбай, мынаны сындырып алдым ғой. Осы творческийдан қопал болып кетем мен кейде. Так, қайда еді? Так. Бұның аты қандай еді? Грави деп жазайық та, бүйтіп алып, мұнда қойайық. Өстіп, короче, менің күндерім өстіп өтеді. Қой, мен барып тағы да ұйықтап алайын ертеңгі күнге. Қақпаны құлыптайын мен. Жителер, қайырлы түн. Қайырлы түн, жақсы ұйықта. Давай. Кеттік, ұйықтайық. Бауырым, 30 деп тұрған қалай кетті? Айттым ғой мен саған 32 алмаз. Айына дептім ғой мен саған аптасына деп тұрған жоқпын ғой бауырым. Қатқан баға 32 енді осылай тұр. Жалға ал. 30-ға берсейші аға, кішіге 30-ақ болып тұр да менде енді. 30 болса онда осы айдыкін 30 қылда, келесі айдан болса онда 32 қыл төлей берсе онда. Жарайды онда аға, жарайды келістік онда. Жақсы болса, осы 30 мақұл келе берсін, осы 30 тұра берсін. Короче, үйіңде тұра бер болдым, мына жазуды алып тастай салайын мен. Ойбай, сындырып алдым, кешір бауырым қазір.
Давай, короче, барым. 30 алмазыңа рахмет. Рахмет сізге де болды. Кәдімгі мына больницаға кіріп шығайыншы. Болды. Достар, короче, мен де осыны жалға бердім. Әзірге маған 30 алмаз берді. Келесі айдан бастап уже 32 алмаздан беріп бастайды. Так, осы үйде өзім керек нәрселердің бәрін істейін. Мыналарды. Так, өзі бүйтіп тұра береді ғой. Или тастап кете салайын ба? Тастап кете салайын, өзіне керек болып қалар. Так, мынау менің затым мынау. Осыны алып кетейін. Мынаны алып кетейін. Мынаны алып кете салайын. Так, болды. Бұны тастай салайын, бәрін маған керек емес. Короче, достар, бүгінгі менің влогым аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Стивтің өмірі. Ал ендеше достар, сау болыңыздар.